өзімнің жинаған ақшамның үстінен неге пайыз алады дейді. Сәлеметсіз бе? Осы жөнінде бірталай рет мен түсіндірдім, тағы да сіз үшін арнайы түсіндірейін. Сіздің ақшаңыздың үстінен неге пайыз жүргізеді банк? Өйткені сіз депозитті дұрыстап жинақтамадыңыз. Ол біріншіден 3 жыл берілді сізге, 3 жылдың ішінде сіз 50%-ға жинақтау керек едіңіз. Және де бағалау көрсеткіші 16-ға жеткізу керек едіңіз. Ал сіз егерде сол 16-ға жеткізбесеңіз бағалау көрсеткішті ОП-ны, онда сіз ОП 5-пен аласыз, табысты растайсыз. Сіздің депозитіңіз банкте залогта тұрады. Сол сіз үшін банк өзінің ақшасын жібереді, ал сіздің депозитіңіз ОП 16-ға толғанша тұрады залогта. Сондықтан бүкіл суммаға процент жүреді. Бірақ сіз ойлаған проценттер емес, ал жаңағы егерде екінші нарық болса, онда 7,5% бүкіл суммаға жүреді, алғашқы нарық болса, онда 7% жүреді. Сондықтан осындай жауап сіз үшін. Ал достар, сіздер тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.